Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте оңай қолжетімді заттан печенье дайындаймыз. Жұмыртқаның да, сүттің де қажеті жоқ, даже миксердің де қажеті жоқ. Барлығын қолжетімді заттардан қолдан жасаймыз. Ол үшін осындай құрғақ ыдыс аламыз. Осы құрғақ ыдысқа шекерімізді саламыз. Осы шекердің үстіне енді бөлме температурасында тұрған майымызды салып, екеуін бірге жақсылап араластырамыз. Екеуін міне араластырып болдық. Енді осының үстіне алдын ала еленген ұнымызды саламыз. Міне електен өткізіп алдым. Бірінші аз-аздан саламыз. Оны көп болып кетпеу керек. Қамырымыз жұмсақ болу керек. Енді осының үстіне жарты шай қасық разрыхитель саламыз. Енді араластырамыз. Алғашқыда осылай қасықпен араластырып, кейін қолмен илеп аламыз. Қолға жабыспайды, осындай әдемі жұмсақ қамыр болып шығады. Қамырда июн қандырудың қажеті жоқ, бірден печеньемізді формаға келтіріп жасай береміз. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қоямыз. Осындай қағаз төселген, асты майланған тапамызға енді формаға келтіріп печеньелерімізді жасаймыз. Осындай кішкене шарик бөліктерге бөліп аламыз. Қолымызбен дөңгелете отырып формаға келтіреміз. Үстінен аздап басамыз. Осындай баклажканың крышкасымен шет-шетін басып отырып сәндейміз. Міне осындай әдемі формада болады. Енді ортасын сұқ саусағымызбен басып, осындай шұқыр қалдырамыз. Осындай шұңқыр қылып. Барлық печеньемізді осылай жасап шығамыз.
Барлық печеньемізді осылай ортасынан баса отырып формаға келтіріп жасап шығамыз. Міне жасап болдық. Енді бетін шекерге батырып аламыз. Енді осының үстінде үйде бар кез келген вареньені осылай салып шығасыздар. Мен де өріктің вареньесін салып жатырмын. Осылай аз-аздан салып шығамыз. Енді печеньеміз 180 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Міне печеньеміз дайын болды. Осындай өте керемет дәмді печенье шығады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер де менің осы видеом печенье ұнап жатқан болса, лайк басып және подписация етіп кетулеріңізді сұраймын. Каналға қолдау көрсетіңіздер. Баршаңызға рахмет.